Гамарджоба, достар. Мен Грузия, Батуми қаласындамын. Артында тұрған Батумидің символы Али мен Нино және колесо обозрения. Медстраховка бойынша кеше ғана жаңалық оқып ем. 1 қаңтар 2026-тан басталатын болды деп. Кеше мен 1 маусым кірдім шекарада. Ешкім ешқандай медстраховка сұраған жоқ. 5 секундтың ішінде паспортыма печат ұрып өткізіп жіберді. Медстраховка қазір енді пока керек емес екен. Köşeleri, жолдары асфальт емес, міне брусчатка деген. Кейбір кезде Стамбулдың кейбір жерлеріне ұқсап кетеді. Қала әдемі екен, таза екен. Ассалаумалейкум, достар. Мен Грузия, Батуми қаласындамын. Қазір ботанический садта қыдырып жүрмін. Осы жақтың зиплайнын көрейінші деп. Бағасы неше, сырғанауға болады ма, бос па, соның барлығын. Батумидегі ботанический садқа кіру ақысы 20 лари. Курс қазір 160 болып тұр, яғни 3200 теңге. Іші үлкен сияқты, себеп ішінде өздерінің электрический транспорттары бар екен. Қазір көре жатамыз. Ішінде осындай электромобильдер бар. Екінші кіреберіске қарай апарамыз дейді. Бір бағытқа бағасы 10 лари дейді. Мына көрініс қараңыздаршы. Мына зиплайнның бітетін жер екен. Бастамасы ар жақта. Негізі арасы көп емес. Ары кетсе бір 500 метр сияқты. Бағасы 70 лари. Әр жерде осындай карталарын қойып қойған. Батумида қазір 22 градус. Ауа райы зор болып тұр. Кешегі әсіресе Дубайдан кейін Батумидің ауа райы керемет болып тұр. Қатты ыстық емес, суық емес, керемет болып тұр енді. Жаяу жүріп қыдырғанға әдемі болатын сияқты. Зиплайнның бастайтын жері осы жер екен. Табиғатының қараңыздар. Зор болып тұр.
Zipline жіберетін жеріне келдім. Бағасы 70 лари. Я сол мен айтқандай 500 метрден ары қашықтық, 500 метр екен. Сағат 11-ден бастап күн батқанша жұмыс істейді екен. Зиплайнда сырғанайын деп шығып бара жатырмын. Сколько вы килограмм приблизительно? Садитесь, пожалуйста. Вот смотрите, дайте телефон и глубже сядьте. Вот это, встаньте, встаньте. Не, встаньте на минутку, встаньте. Вот, чтобы вам удобно было. Ага, садитесь. Ага. Держите телефон. Я объясню. Хорошо. Ноги поднимаем. Поднял. Раз, два, три. Удачи. Спасибо. Іші енді үлкен екен. Батумидегі ботанический садтың кіру 20 лари екен. Ар жақта қала тұр. Суға да шомылып жатыр. Ар жақ үстінде ботанический сад. Батумиде таксимен жүретін болсаңыздар
Яндекс істей береді екен. Одан кейін өздерінің Максим деген местныйлар Максим деген қолданады. И одан кейін мен қазір Болт дегенмен жүрмін. Болт такси дегенмен. Мысалға бағанағы Али мен Нинодан Ботанический садқа дейін 7,5 лира. Қазір қайту жолында сол жаққа қарай 7,5 лира. Сонда барып келу 15 лира болып тұр. Карточкамен онлайн төлеуге болады. Доллармен 2-де 78-де 5 и 2-де 8 болып тұр. Кейбір көшелері Стамбулды еске салады. Әдем көшелері де, қалалары да. Шынымды айтсам, Батуми ұнады маған. Ескі тарихы да бар, жаңа зданиялар да бар. Шынымды айтсам, Батуми бұндай әдемі деп ойламаппын. Жазда да күн қатты ыстық болмайды екен, сол 25 градустың ар жақ бер жағы. Негізі жазғы уақытта осы Грузияға келуге кеңес берем. Батумиға әсіресе. Керемет. Батумидің қай көшесіне бұрылсаң да бір керемет. Мына определенный туристерге арналған көше деген жоқ. Маған бұрып кете берсең де барлығы өзін жауын алады. Керемет емес. Просто прикалываюсь. Бір лайфхак айтайын сіздерге. Бір жерге барған кезде, бір елге, бір қалаға қай жерлердің араларын білмей жатсаңыздар, осындай магнитлерін қараңыздар. Сол жерде өздерінің символдарын қойып қояды. Мысалы бүгінгі Али мен Нино, Хачапури тұр, Винолары, Орби Сити қалалары тұр. Өздерінің символдары осылай білсеңіздер болады. Не нәрсені аралауға, не істеу керек. Хачапуридің үстінде Хинкали тұр. Мына жерге азында келген кезде ешкім жоқ еді. Қазір қараңыз, қанша адам. Сондықтан бір жерге барып суретке түсемейтін болсаңыздар, ерте азанда бақсаңыздар, ешкім кедергі жасамайды. Әдем кадрлар жасап шығаруға болады. Али мен Ниноны айтамын да, бәрі керемет, бәрі жақсы да. Бірақ неге кішкентай қана істеп қойған?
Батуми күндіз ғана емес, кешке де әдемі екен. Биік зданиялар, қараңғы. Әдемі. Сам вместо колы делали историю без инстаграма. Ходили на стрелки брат за брат. Остаются лишь только воспоминания. Жаль, что детство не вернуть обратно. Кутаисидің аэропортына мінген автобустар Батумида осы жерге келіп тоқтайды. Бұл колесо обозрения қасы.
ең соңғы тоқтайтын жерлер осы жер. И обратно аэропортқа қарай осы жақтан жүреді автобустар.